негізінде бұл ата-бабаларымыздың ерлігінің бірі болған. Және де олар бұны түрлі бағытта қолданған. Мысалы, ауа кезінде, жаугершілік кезінде, яғни соғыс кезінде, және де түрлі ойындар, сайыстар ұйымдастыру кезінде бағытында қолданған. Қай жағынан қолданса да, нәтижеге жету үшін садақ атушы батырдың күш-жігерлігі, тапқырлығы, ақылы өте маңызды болған. Одан бөлек садақтың қалай жасалуы өте маңызды болған. Садақтың дұрыс жасалуы біріншіден ағашты таңдаудан басталады. Одан кейін иілгіштігін дұрыс жасаудан, жіп жүйесін дұрыс тартудан, жебесін дұрыс жасаудан. Жебе деген міне мынау садақтың негізгі құралы. Ал енді ұлым, мен саған жіп жүйесін қалай тартуын көрсетейін. Тұра қойыңдар. Міне, жіп жүйесін былай тартады. Бірінші мынаған іліп аласың. Әрсен, қара былай түсіп іліп аласың. Сосын былай қоясың да, аяғыңды бүйтіп іліп, жаңағы айтқандай, бұған күш пен жігерлік өте маңызды. Қара, ұлым, қара, бүйтіп тартасың, қатты тартасың да, іліп аласың. Сонда не садақ атуға дайын болады. Ал енді ұлым, кеттік далаға атып көрейік. Кеттік. Садақты аласың. Былай саласың. Былай аласың. Қара әлі, анда қара. Көрдің бе? Кел енді, сен атасың. Кел. Ой, молодец, кел. Жарайсың, кел. Кеттік үйге кіреміз. Ал ұлым, садақ ату оңай емес, өзің көрдің. Садақ ату үшін күш-жігерлік өте маңызды. Ал күшің көп болу үшін, мықты болу үшін күнделікті жаттығулар жасау керек. Кел екеуміз жаттығу жасаймыз. Отжимание жасаймыз. Кел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тұр, жаса. 8, 9, 10,